Отбасылық өмірдің қайнаған қызығына тағдыр бір тамшы у тамызып, шуақты күндерін шоққа айналдырғанына аттай 6 жыл болды. Өзегінен тепкен өмірге өкпе артуға еш хақы жоқ екенін Ақторғын түсінеді. Мойнында 3 бала бар. Солар үшін кезіккен жұмысты шеңгелінен олжасын шығармайтын бүркітші жармасып алып, бір әулеттің 3 бірдей аманатын жалғыз өзі арқалап келеді. Бар тапқан тіршілігіне тек талғажау ғана, өзін ұмытқалы қашан. Әсем мүсінді әйел екенін есіне алғысы келмесе де, түн түссе тамыр тырысып тынысы жиілей береді. Оның бар құпиясын жалғыз жастығы ғана біледі. Сол жастығын ары да бері де жұмарлап, әр жеріне бір салып, әбден сарсаңға түседі де ұйқыға кетеді. Күндіз кейде ерлерді көрсе денесін әлсіз діріл шарпып өтетін болды. Күндердің күн асқан сайын Ақторғынның еркекті көксеуі жиілене берді. Кейде қиялына ерік беріп, ойша әйелдік әлеміне күйеуін әкеледі. Бірақ іштегі жыбырлаған құмар құрты суық сана су сепкендей басып тастап, өмірдің сүрлеуіне қайта салып жібереді. Бір жұмысынан шыққан соң кеш бата екінші жұмысына жүгіріп, жан таласып жүргенде жарнамаға көзі түсті. Жұмыс жайлы қылт еткен хабарламаны жібермейтін әдетіне басып, көрсетілген номерге хабарласты. Жас суретші Натрушица қажет екенін айтты. Беретін ақысы да тәп-тәуір. Неге бармасқа? Мен онда кім танып жатыр? Жарты сағат жалаңаш отырамын да ақшамды алып үйге қайтамын деп өзімен өзі кеңесті де ертесі кешқұрым жұмысынан шығып айтылған жерге барды. Ескілеу сары үйдің қасына келіп телефон шалды. Кіре беріңіз, 2-ші қабат 5-ші пәтер. Ақторғын қысыла-қысыла 2-ші қабатқа көтерілді. Есікті сұңғақ бойлы тегіс бетін қысқа түк басқан ақ құба жігіт ашты. Денесі де көз тартарлықта екен. Оны шолақ жең ақ жейдесі одан сайын айқындап тұр. Ақторғын үйге кірді. Үйдің күлімсіз сасыған иісі жігіттің қоңыр тіршілік кешетін аңғартты. Жігіт бөлмеге қарай нұсқап, кіре беріңіз, қысылмаңыз деді. Ақторғын алакөлеңке бөлменің төрінде аяғы сынып бір жағына қарай қисайған диванға қарай беттеді. Оның артында ескі матадан тігілген шымылдық ілініп тұр екен. Ақторғын соның артына барып шешініп шықты. Суретші болса да еркек қой. Еркектің алдында шешінбегелі қашан. Суретшіге тура қараудан ұялып, бүктетілген күйі қырымын тұрып қайтып отырайын деп сұрады. Сіз менен ұялмаңыз, мен сізге тек материал ретінде қараймын. Тізеңізді бүгіп артқа қарап отырыңыз, деді жас суретші жағымды дауыспен. Ақторғын суретші айтқандай амалмен отырды. Суретші қаламмен қағаз бетін әрлі-берлі сытырлатып жатыр. Ақторғынның аяғы талып кетті. Сол кезде суретші де болды, киіне берсеңіз болады, деді. Ақторғын жігіттен басқа бірдеңе күткендей отыра берді. Нәпсісіне 6 жылдан бері таңылған тұсауды ағытқысы келгендей 2 аяғын алдына қарай асықпай созды. Суретші оның қалауын сезгендей жайлап жақындады. Шашын сипап, қолын иығына салды. Ақторғын ер адамның иісін аңсап жүргенін жасыра алмай, көзін жұмып шалқайыңқырады. Суретші жігіт 2 түймемен ғана ілініп тұрған жейдесін үстінен жұлып алып лақтыра салды. Ақторғынның мойнын ыстық жалынмен сүйе бастады. Ақторғын суретшінің жауырынын сипалай берді. Бейтаныс жігіт Ақторғынды қарулы қолымен өзіне қарай бұрып, қапсағай денесімен құшағына қысып балқытып бара жатыр екен. Жігіттің ыстық лебі Ақторғынды елтіп, әсер емеуіріне тартып әкетті. Суретші Ақторғынды ыстық күрең шайда еріген тәтті балдай әбден жіпсітті. Тіршіліктің темір қазығы тәніне енгенде Ақторғын өмірден тоя тала бастады. Көздің жауын алар қос анарының делдиген екі ұшына қызған темірдей тілін тигізген сәтте көптен кенезес кеуіп қалған Ақторғынның тамырына тоқ жүгіргендей бойы дірілдеп, ах деп талқысып кетті. Жігіт те дене жүрісін баяулатып барып, артына қарай сұлқ түсті. Екеуі біраз үнсіз жатты. Ақторғын сол жерде жатқан ескілеу сүлгіге оранып алып, жуынуға кетті. Суретші есін жия алмай есеңгіреп жатыр. Келіншек тез киініп сыртқа шығып, көлеңке болып жабысқан өз күнәсынан өзі қашқандай, қайта-қайта артына жалтақтай қарап, ширақ басып күрмеуі көп күйбең тіршіліктің күймесіне қайта кіріп кетті. Шартарапқа жайылып жайқалып жатқан алып теңіз аспанға көтеріліп кетіп, қара жерге қайтадан қара жаңбыр болып құйылғандай ма дерсің. Ұйтқып жел тұрса әуеден сарқырап су төгіледі. Алматының көшелерінде автокөліктер жүзіп жүр. Таңертең ғана күн ашық сияқты еді. Алатаудың иығына қалықтап кеп бір шөкім ақ мақта бұлт қонды да түтіліп созыла берген. Алматының алаңсыз жұрт аяқ алшаң тастап, жұмыс орындарына жеткенше шулы қаланың үстінен нөсер жүгіріп өтті. Көшенің шаңын басып, ыстығын қайтаратын болды дескен аптапқа қақталған қала тұрғындары. Енді міне, тізеден көтерілген көл дарияны кешіп үйлеріне жетуге зар болып тұр.
Бұндайда қоғамдық көліктің қарасы батады, ал қала ішінде жолаушы тасып табыс табатындар қызмет ақысын шарқыратып жүреді. Таксистер, ол да өзінше таксист, ескі Жигулине мініп алып, ертелі кеш көшеден адам аңдиды. Бірін анда, бірін мұнда жеткізіп салып, қас қарайы діңкелеп, қожырнасына оралды. Өзі де кәрі, жолда Жигулиде тозып біткен. Үйде науқас кемпірі жатыр. Қазір қалада не көп, жүйткіген шетелдік жеңіл машина көп. Жұлқынған жастар, көліктерде жұлқына жүйткиді. Жүрістен қала бастаған Жигулидің нәпақасын олар оп-оңай қағып кетеді. Бұған бұйыратыны сол, өз қатарлы кәрі құртаң, балалы әйел, бірлі жарым қалтасы жұқа студент, сараң саудагер. Және бәрі бұның жалатты жайын жақсы білетін болса керек. Барар жерінің жарты құнын айтып шіренеді. Бірінші вокзалға дейді жолаушы. Бұл басын шайқап, бірінші вокзалда алыссынған болады. Қанша бересің? Қанша сұрайсың? 700 теңге бола ма? Жоқ, 500 теңге. 500 теңге қай жыртығымды жамайды. Бірақ қайтар жолда біреу кездесіп қалар. Іле кетермін деп келіседі. Бірінші темір жол вокзалынан түскен соң жолаушы бүтін 10 000 теңге ұсынады. 10 000 теңгені ұсақтап, қайырымын қайтара алмаймын, шырағым. Менде ұсақ болмай тұр. Апырая, әмияныңның түбін қарап көрші. Айналайын, майда шүйде шығатын шығар. Шығады екен шамалы. Мә шал, 400 теңге басқа жоқ. Қарт таксист түнеріп келген жолмен кер салады. Ауа райының бүгінгі күрт құбылғанын, аспаннан нөсердің тоқтамай төгілгенін шал өзінше жақсылыққа жорыған. Бұндай кезде Алматының астам тәкаппар жұрты көлік таңдамайды. Сұраған бағаңа оңай келседі де тарта береді дейді. Бүгін қайткенде де жолым болар деп күбірлейді. Ол жаңбыр шайған Жигулинің терезесінен алға ұмсынып. Алғашқы жолаушы ойдағыдай жолықты. Момышұлы көшесінің бойынан отырған жігіт Достық көшесіне дейін 700 теңге бермек болған. Межелі жеріне жеткен соң тура 700 теңгені алақанына салып рахметін айтып түсіп қалды. Ал енді шалып, орталық көшесін сүзіп өтсе, 700 теңгеден де артық ақша ұсынатындар шығып қалуы да мүмкін. Әлде Достықты бойлап, төмен құлдилап, сосын қайыра өрлеген жөн бе екен. Кәрі Жигулидің иесі осы бақытты құп көрген. Түнере түйілген қара сұр бұлттың бауырынан сарылдап су төгілді. Жаңбыр деген жауатын еді. Мынау әуеден ағып құйылып жатыр. Шамасы аспанның қайсысы бір тұсы ашылып, жыртылып кетсе керек деп ойлады ол. Асықпай Жигулимен құлдилап келеді. Қазір анау аялдамағылардың бір емес, бірнешеу келіп есігіне жабысар анық. Ататай-ай, жеткізіп тасташы, апарып тасташы, сұрағаныңды берейін дейді олар. Әрине, ол жеткізіп тастайды. Ақшаның соңына түсіп, құныққан дәнеңесі жоқ. Тек әйтеуір қара-құра бірдеңе тауып қайтса болғаны, өлместің күні. Жараған аттай жас кез емес, бүгінгі тірлігінің әрі бергісін түгендей түсіп, түбін ойласа осы бір кәсібі дұрыста болған сияқты. Әйтпесе таң атып кешті батып, болмайтын кәріліктің жыбырлаған күндерін қайтып өткізер еді. Әне дегенде-ақ болды. Қолдарын көтеріп жан ұшырып келеді. Тоқтайтын үстемақ көлденең пайда тілеп не қылам, күндегі бағамен-ақ қажет жерлеріне апарып қоямын. Ал енді ат басын іркейін. Сыралғы досы көне Жигулидің тежегішіне табаны тіреген, тоқтамады. Тежегішті қанша басса да тоқтай алмады. Шал сонда да бірақ білген, барады екен. Жигулидің бөксесі бұрылып, аунап кете жаздады. Әйтсе де Құдай сақтады. Қатты толқынға ұрынбай, Жигули бір алып еменнің түбіне кеп тұмсық тіреді. Көше жайылған сел көтеріліп кетпесе, мұна еменнің діні пана болары анық. Қария Алматыда тасқынның қатты болатынын бұрыннан біледі. Егер анау таудан құлап ағатын өзендер өкіріп бас көтерсе бар ғой, бұны Жигулимен аунатып әкетуі әбден мүмкін. Сел машинаның дөңгелегін бауырын соғып биіктеп келеді. Терезесін шайып кері қайтады. Аспан күркіреп, әлдебір алып адамдар таудан тас домалатып жүргендей күтір-күтір етеді. Шал темекі тұтатып кемпірін ойлаған. Іле өзінің өкінішпен өтіп келе жатқан өмірінде ойлап кетті. Кемпірі бұның қойнында кемпір болып кірген жоқ әрине. Жастықтың қамсыз, мұңсыз, жауапсыз күндерінің бірінде табысыпты. Ұзаққа созбай бірден бас құрапты болды. Жылдар өтесіз, қабақ үнемі тұлданып, ренжіп отыратын әйелге байланып қалған, бірақ білген. Әйелі балаға қанап балады таппады. Не бұның басына еркіндік те бермеді. Ал бұл бедеу қатыннан кете алмады. Өйткені оған жаны ашитын. Неге екен үнемі жаны ашып тұратын. Оны орта жолда қалдырсам, опасыздық істеген болам дейтін өзіне. Сол үшін үнсіз, жым-жырт өмір сүруге үйренді. Кейін тіпті еті өліп те кетті. Таң қаларлығы, еңкейген шағында егделіктен қарттыққа бет бұрғанда,
өзіне өзінің жаны ашитын шығарды. Тоқ мықынын ойнатып былқ-сылқ еткен бикештерді жетелеп көшеде салқам күліп бара жатқан жігіттерге қызыған қарайтын шал күрсініп жіберетін. Ух, шіркін жалған-ай, күрсінгенде кеудесін от қариды. Ойлап қараса өмір осы екен деп ырғын жұрттың ортасында ырық бағып жүре беріпті. Жүріп келе жатып, жаңбыр суы шетке шығарып тастаған Жигули сияқты шоңқиып қалған түрі мынау. Шал құнарсыз ойларға тізгін беріп, есіне түскен ескі күндерден есеп алып отырғанда, ымырт түйіліп қас қарайған, сабалақ ауыр бұлттарды аздап, ызғырық жел соғып, жаңбырға малшынған қаланы бүрістіріп тастады. Аялдамаларда адам жоқ, көше жүргіншілерден арылып қалыпты. Мықшыңда битеріп жан далбасамен Жигулиін жолға шығарған. Қасынан жарғы көз қарықтырған машиналар дабыл қағып өте шығады. Шал иығанып иленіп біткен әмиянның ішіндегі барын есептеп келеді. Кешегіден 1300 теңге қалған, әлгіндегі 700 теңге, сонымен 2000 теңге, үстіне 500 теңге қосса жетеді. Соған қанағат. Тепкілеп мінуге үйренген кәрсие көк Жигули күрк-күрк жөтеліп жолға түскен. Шал үйдегі дертті кемпірін ойлады. Бейшара, орнынан тұрып бір қасық қара суын іше алады ма жоқ па? Күйі кеткен ескі құжырасын ойлап және қамықты. Іргесінен су жүгіріп кетпеді ме екен? Көңілі түсі қашқан аспандай құлазып, уайымы жетектеген қария үйіне асыққан. Кенет алдағы аялдамада бүрісіп, дір-дір еткен қызыл көйлекті қызды көріп қалды. Шалдың көзіндегі от әлі сөне қоймаған еді. Жолаушы кәсіп еткен тірлігінде ол жанарының осы жылтына шүкіршілік ететін. Қызыл көйлекті қыз қол көтеріп еді, қасына барып бір машина іркілді. Әкетті-ау деген бұл. Жоқ, машина сырғып кете барды. Қыз қалды. Лып етіп оң жақтан Volkswagen шыға келді. Осымен кеткен шығар деді. Қызыл өшіп бітпеген бағдаршамға қарап қойған шал. Бағасына келсе алмады ма? Ол да қызды қалдырып кетті. Жүрегі әнтек жиі қағып, қызыл көйлекті қыздың қасына тақығанда Жигулинің тежегішіне аяқ тіреген. Жаңбырға міленіп, әбден тоңдау байқұс. Сайына, домостроительная деді қыз, аузы икемге әрең келіп. Отыра ғой. Жолда қыз машинаның пешін қосыңызшы деп сұраған. Бұл пештің қызуын жоғары кернеуіне жеткізе көтерді. Иегіне тимей дірілдеген бойжеткен біраздан соң шашын сілкіп, бойын тіктеп отырды. Шал Желтоқсан көшесімен қуалап келеді де, Төле биге түсіп қаланың ең шулы көшесі Сайынды бетке алды. Міне, Байтұрсынов көшесінен өтті. Қала жайнап жарқырап қалыпты, тіршілігіне қайта орала бастаған сияқты. Үлкен билбордтың бетіндегі жарнаманың жарығы шашырағанда, үнемі күңгірттеніп тұратын Жигулидің ішін жарқыратып жіберді. Қыздың бойына жабысқан көйлегі кеуіп тұрған қалған ба, кепкен көйлектің омырау тұсы тебініп қалыпты, тертіп тұр. Ал Төле бидің Роза Бакиевпен қиылысы бағана басына ілінген жарнамалардың базары ма дерсің? Төңірек түгел жап-жарқ ұшық етеді. Жанға рахат сиқырлы сәулелер айнала қашып жымыңдап шақырады. Жаңа байқады. Қыз артқы орындықтың тура ортасына жайғасыпты. Көйлегінің шолақ етегі түріле түскен. Шал салон ішіндегі айнадан көзін тайдырып әкетіп өзін аянаттай жөнелді. Кәрі төбет түрілген етекті ғана көрмей, ашқарақ көзің ашылып қалған тақымның арасын кезіп кетті-ау. Қызыл көйлек болған соң әйел баласы қызыл тіз киім киеді ғой. Сен соны көріп үлгердің, кәрі азбан. Көз ойнап көңілді бұзғаннан кейін шал байсал табуға тырысып, жастар осы сендер қызық сөйлейсіңдер деп әңгіме бастаған. Үзіп жылып, орысша араластырып, былдырлап кетесіңдер. Жаңа Сайына дедің. Дұрысы Сайын көшесі ғой айналайын. Сайын деген ақын атаң болған. Айдар Ағайдар деген ақынның өлеңін білесің бе? Білмейсің әрине. Сөмкесінен тарағын алып, таранып, боянып, ретке келіп сәнденіп отырған қыз үндеген жоқ. Жигули желді есті. Қар кеудеге де кенеттен жел біткенде шал өзінің желпіне сөйлеп келе жатқанын білмеді. Сайын мен домостроительный көшесі түйіскен тұсқа тоқтағанда қыз шалға «Сдачаңыз бар ма?» деп $100 ұсынды. «Пәле», деді шал қалбалақтап. «Бұндай мол ақшаға қайтаратын сдач біздің қалтада қайдан болсын? 500 теңге болса бере сала ғой». «Жоқ», деді қыз салон ішінде бөксесін бұрып тастап. Содан соң саусағының арасына тықысқан $мен шалдың мойнын қыттықтады. «Мен теңге ұстамаймын. Енді қайттық. Болмаса түсе ғой, келетін жеріңе келдің». Шалдың жаңа бір әзірде шайдай ашылған көңілін қайтадан тот басты. Ескі құжыра дастархан шетінде құнжиып қана отыратын ауру кемпір. Әмиянда 2000 теңге. Мына қыз 500 теңге бергенде ғой, дәрісін алып барар еді. Таңертең бұл қалаға шығарда, дәрім таусылды.
Дәрі ала келші деген еді кемпірі. Дәрісі дәрменханаларда 2500 теңге тұрады. Мен теңге ұстамаймын деді қыз. Сөзін сабақтап, мендегінің бәрі доллар. Қыздың доллар қыстырған саусақтары шалдың алқымында ойнады. Шал шалқалап көзін жұмған. Қыз шал отырған орындықтың сыртынан артылып кеп, жүрек атқақтай соққан кәрі кеудені құшағына алды. Демі жалынатады. Үлбіреген сүйрік саусақтар алқымнан төмен кетіп, кіндіктің басынан қайтқанда шал күндізгі нөсер жер әлемді алып төгілсе екен, жаңбыр үзілмей жауа түссе екен деп тіледі ішінен. Содан ары тәні балқып, сүйегі жік-жігінен айырылып, рахат күйге бөлене берген. Сен қайырымды жансың, деді қыз сыбырлап. Егер бұл күнә болса, саған бұндай күнәға батуға болады. Дәрі алуға ақшасы жетпеген шал дәрменханаға соқпай үйіне қайтты.